Жау жағадан алғанда бөрі етектен алмасын. Ел сенімі ерге жүк, екі иығы талмасын. Көш бастаған көсемдер өрге тартсын арбасын. Сөз бастаған шешендер әділдіктен танбасын. Жалпосы Наурыз сөзінің шығу тарихы қалай? Ғылымда талас көп. Болжам пайымдар, аңыз әфсана дегендеріңіз жетерлік. Наурызды мәшһүр Жүсіп сонау жер әлемді су басқан. Нұх пайғамбар заманынан бастау алады деп қағазға түсірген. Және бұл атау кісі аттармен қатысты деп топшылаған. Ал кейбір ғалымдар Наурыз нау мен ырыс сөзінен пайда болған десе, енді бірі парсының нов пен руз яки жаңа күн деген сөзімен сабақтастырады. Әрине бұл жерде Наурыз қай елдің иелігіндегі мереке деген мәселе тумауы тиіс. Я болмаса белгілі бір ұлттың меншігі деген сөз емес. Ол жалпы адамзаттық мереке. Ұлттық мейрамды ұлттық құндылықтармен ұштастыра тойлайтын елдің бірі Монғолия. Әдет, ғұрып пен салт дәстүрдің қаймағын бұзбаған бұл мемлекетте 14 мың қазақ өмір сүріп жатыр. Басым көпшілігі Баян өлгей аймағында. Биылда Моңғол жерін мекен еткен қандастарымыз әз Наурызды сән салтанатпен келістіре тойлады. Әсіресе ел астанасы Улан Батырда. Өлкедегі мерекені көзбен көріп, атамекеннен алыста жүрген ағаймен сәлемдесу үшін біздің тілші арнайы Монғолияға жол тартқан еді. Улан Батыр әлемдегі ең суық астаналардың бірі. Бірақ биыл ұлыстың ұлы күні қарсаңында кәрі құданың қабағы жібіген. Жылдағыдай емес, қиыр шығысқа жақын шаһардағы күн райы ерекше жылы. Әз Наурыз мейрамын Монғолиядағы бауырларымыз бір ай бойы тойлайды. Мұнда алдымен бүркіт тойы өтеді. Моңғол елінде қазір 400-ден астам қандасымыз құс баптап аңға салады. Сол бүркітшілердің дені Наурыз айының басында ел астанасы Улан Батыр қаласына жиналып, бақтарын сынайды. Улан Батыр қаласында қазақ жастарының ұйымдары көп. Наурыз мерекесі қарсаңында сол ұйымдар ел астанасында білім алып жатқан студенттердің бастарын қосып, бір-бірімен таныстыру мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырып, спорттың әр түрінен сайыстар өткізеді. Жыл сайынғы Наурызда спорт бәсекесінің сайысын жүргіземіз. Студент жастардың жаңағы береке бірлігін осы уақытын дұрыс өткізу, спортпен шұғылдандыру біздің мақсат қойып жыл сайын ұйымдастырып отырмыз бәсекеміз. Қазақ елінің Монғолиядағы елшілігі Наурыз қарсаңында өткізілетін іс-шараларға үнемі көмек көрсетеді. Биыл осы елшіліктің қолдауымен қазақ жерінен бір топ әншілер келіп, ата жұрттағы ағайынның сәлемін жеткізді. Алыстағы ағайынның көңілін көтеріп, арнайы концерт қойды. Қазіргі кездегі біздің сыртқы саясатымызда басты бағыттардың бірінде шетелде тұрған қазақтарға, оларға, қазақ диаспораларына мәдени, рухани жағынан тілдік қасиеттерін сақтау жөнінде қолдау көрсету туралы бағдарлама қабылданған. Осыған орай біздер осы өлкеде тұрып, 150 жылдан бері тұрып келе жатқан қазақ қандастарымыздың мәдени, рухани қажеттілігін қолымыздан келгенше соларға ақпараттық жағынан болсын, экономикалық жағынан болсын, жалпы рухани жағынан соған көмек көрсетуге біздер әрекет жасап келе жатырмыз. Наурыз күні Улан Батырдағы Шыңғысхан алаңына қазақтың ақшаңқан үйлері тігілді. Естеріңізге сала кетейік, былтырдан бері ұлыс күні Монғолияның жалпы мемлекеттік мерекесі болып белгіленген. Сондықтан бұл мейрамнан ел президенті Сахиагин Элбэгдорж да сырт қалмай, алаңдағы тойға арнайы қатысып, қазақ халқын ұлық мейраммен құттықтады. Нарне байыр, Наурызы байырың. Көктемнің көрікті мерекесі Наурыз ерекше мейрам. Бұл барлық табиғат пен тіршілік атаулыға жан бітіп, жаңаратын кезең. Сондықтан мен өз атымнан және Моңғол халқының атынан барша қазақтарды ұлттық мерекелеріңмен құттықтаймын. Аспандарыңыз ашық болып, береке бірліктеріңіз арта берсін. Ақмыл болсын, олсан болсын. Алаңның бір шетінде қазақ қолөнер шеберлерінің жәрмеңкесі қызып жатты. Мұнда ұлттық нақыштағы тұрмыстық заттардың түр-түрін кездестіресіз. Тіпті ұзын сары сүрленген қазық артанында осы жерден табуға болады. Әрі ұлыс күні Улан Батырлық қазақтар түгел орталық алаңға жиналып, шүйіркелесіп, бір марқайып қалады. Наурыз мереке құтты болсын. Қазақстан барыс болса, бар күресі. Ойлан және Толғау Жанатқан ұлдары Моңғол еліндегі ең танымал суретшілері. Әке жолын қуған қылғалам шеберлері Наурыз күні Шыңғысхан алаңында көрме ұйымдастырды. Қазақтарға Наурыз мерекесін құттықтаймын. Сонан бауырым екенбіз. Сол осы Наурыз мерекені осы күні көрме ашып көрсетіп отырмыз. Осы Ойлан Толғау деген аты деген алғашқы көрме шыққан, енді осы екінші көрме болып тұр. Наурыз мерекені құттықтап, осы көрмемізді ашып
тойлап жүрміз. Наурыз күні Монголия президенті елдегі ерен еңбегімен көзге түскен бір топ отандастарын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Солардың қатарында біздің де бір топ қандастарымыз бар. Шет жайлап, қиырғыстап жүрсе де қазақтың атын шығарып абыройын асқақтатқан бауырларымыздың бұл қуанышына біз де ортақтасып, олармен қимай қоштастық. Айбек Қобдабай, Ержан Арашейхан, Апта КЗ, Монголия астанасы Улан-Батордан.